Сәлем қыздар, бүгін сіздерге гигант, яғни үлкен букеттің жиналу тәсілін көрсететін боламын. Яғни бұл 50 штуктан жоғары букеттерді осылай жинасаңыздар, беті тегіс, әдемі букет жиналады. Ол үшін қыздар клубниканы жуып алып келесіздер әдеттегідей. Жақсылап құрғатып сүртесіздер орамалмен. Барлық кажды клубниканы сүртіп шығасыздар. Егер құрғақ болмай қалса, білесіздер, шоколад дұрыс жабыспай қалады. Клубниканы бәрін сүрттім, шоколадты ертіп алып келдім. Енді шпажкаға орналастырып, как обычно барлығы осы букет жасағандағыдай сол процессті жасайсыздар. Шоколадқа батырып, посыпкасын сеуіп, шпажкаға үстіп тығып жинайсыздар. Барлық қандай түстерде жасағыңыз келеді, сондай қылып батырып шығасыздар. Дәл сол сияқты ақ шоколадқа да клубникаларыңызды батырып, посыпкасын сеуіп, шпажкаға үстіп тізіп, жинап шығыңыздар. Барлық қанша штук істейсіздер, соның барлығын үстіп батырып, әдеттегідей жинап шығасыздар. Міне қыздар, барлық клубникаларым дайын, шпажкаға тығылған. Енді осыны жинау техникасын мұқият қарап алыңыздар. Мен сіздерге әдейі қысқартпай, толық қарау үшін видеоны қысқартпай салатын боламын. Осындай силиконовый ковриктарыңыз болған желательно, сол кезде клубникаларыңыздың ұшы бұлғанбай жақсы жиналатын болады. Яғни тегіс, таза поверхностьта жасайсыздар. Бұл техниканың ерекшелігі, букетті төңкеріп жинайсыздар қыздар. Ең алдымен білесіздер, скотчты ашып дайындап қойыңыздар. Қазір букет жинағанда на старте дайын тұру керек. Ең алдымен ортаға тұратын клубникаларыңызды таңдап аласыздар. Осылайынан екі букет, екі шпажканы X қылып орналастырып, скотчтайсыздар. Как обычный букеттегідей ортадағы алты клубниканы жақсылап бекітіп жинап аласыздар. Как обычный жинайсыздар, естіп қолда ұстап. Ортаға бір клубниканы қойдым. Осы бір клубниканың айналасынан енді 6 клубниканы айналдырып шығамын. Осы біздің үлкен букеттің центрі болады. Осы центрге қарай қалған клубникаларды айналдырып жинаймыз. Міне, кажды клубниканы қойған сайын скотчты айналдырып тұрыңыздар. Бірден 2 шпажканы қоймаңыздар, босап кетеді, букеттеріңіз дұрыс жиналмайды. Кажды шпажка сайын 2-3 круг скотч айналдырып тұрамын. Көрдіңіздер ғой. Осылай жақсылап айналдырып, келесі клубниканы қоясыздар.
Вот қараңыздар қыздар, ортасын осылай гүл сияқты етіп жинап аласыздар, иә? 7 клубниканы біріктірді, ортасына біреусін қойып. Осыны енді былай төңкеріп қоясыздар. Поверхностьтарыңыз обязательно тегіс, таза болсын қыздар, мусор жабысып қалмайтындай. Вот силиконовый коврик болған жақсы, егер осы тәсілмен үлкен букет жинайтын болсаңыздар. Вот келесі клубникаларды енді қараңыздар, жақсылап қарап алыңыздар. Скотчты былай кеңінен созып түсіріп қоямын. И бір клубниканы қоям төңкеріп. Соны ұстап тұрып, круг айналдырасыздар скотчты. Бір круг айналдырасыз. Келесі клубниканы қоясыз. Вот түсінікті ма қыздар? Жаңа сіздер мысалы қолда ұстап тұрғанда бір клубниканы қойып скотчтап тұрдыңыздар ғой. Дәл солай, бірақ букетті төңкеріп жинайсыздар қыздар. Яғни мынау гигант букеттерді жасағанда ол өте ауырда, қолдарыңызға салмақ түседі, қолдарыңызда шаршап кетеді. И букеттеріңіздің бет жағы қисық болады, біреусі биік, біреусі төмен. Сондай жаман болмас үшін осы техниканы үлкен букеттерге пайдаланған дұрыс. Бірақ сразу айтайын, бұған да бір не кетеді, әжептәуір уақыттарыңыз кетеді, и қолдың икемділігін жақсылап келтірулеріңіз керек. Бірден бұндайға заказ қабылдап кетуден абайлаңыздар. Бірінші дайындалып үйреніңіздер. Менің өзімнен 3-ші букетті жасағанда бірақ қолымнан жақсы әдемі гигант букет шықты. До этого мен 2 рет жасағанмын, ол кезде онша емес болған. 3-ші жасаған кезімде әдемі шықты. Сол үшін де асықпай, мұқият қарап алыңыздар әр жерін. Әр шпажка сайын скотчтап тұру өте маңызды. Қазір аты клубниканы жоғары көтергенде букеттеріңіз шашылып қалады. Тағы бір ескеретін момент, клубникаларыңыз қатты болу керек. Яғни бұлжырап қалған, шлейпс кеткен, особенно жаз мезгілдерінде бұндай букетті жинау қиынырақ. Ал мынандай турецкий, привозной клубникалар қатты болады ғой, сондай клубникамен осындай гигант букетті жасаған жақсы. Себебі шпажкалар жақсы кіреді, и букетті жоғары көтерген кезде жинап болған соң жақсы жиналады букеттеріңіз. Вот қыздар, мен видеоны қысқартпаймын, сіздер барынша мұқият асықпай қарап алыңыздар, иә? Барлық клубниканы үсті бір-бірден қойып, каждыйын скотчтап тұрасыздар. Бір круг қылып айналдырасыздар, келесі кругты айналдырасыздар. И сіздерде қанша клубника, сонша қылып айналдыра бересіздер. Главный скотчтарыңызды каждый клубника сайын скотчтауды ұмытпаңыздар.
Вот қыздар, соңғы клубниканы қоймақшымын. Последний клубниканы қойып, букетті аяқтаймыз, я? Жақсылап скотчтап бекітіп аласыздар. И до конца скотчты айналдырып, шпажканың аяқ жағы бар ғой, соға дейін скотчты айналдырып, и скотчты керісінше бұрастыр. Яғни жабысқақ жағын сыртқа айналдырасыздар, как обычный букеттегідей, чтобы қазір упаковкаларыңыз жабысып, осы скотчқа бекітілу үшін. Міне кері айналдырып, тағы да скотчты айналдырып жатырмын. Вот, дайын болды. Ал бисмилляхи рахмани рахим деп букетті жоғары көтересіздер, қыздар. Қараңыздар, қандай теп-тегіс әдемі болып жиналады. Ал қолға ұстап тұрып жинасаңыздар, бұндай тегіс қылып жинай алмайсыздар. Сондықтан да осы техниканы пайдаланып жасаған дұрыс, бірақ өзінің нюанстарын ескеріп жасаңыздар. Клубника қатты болу керек. И әр клубниканы қойған сайын скотчтап тұруды ұмытпаңыздар. Скотчтарыңызды дайындап аласыздар. Енді стеклосын, яғни защитный пленкасын жабамыз. Үлкен защитный пленка, яғни стеклоны полностью пайдаланамыз. Обычный букеттерге біз жартысын қоюшы едік қой, бұған полный жабас, себебі букет үлкен. Вот осылай қоршап аласыз. Екі жақ шетін стейплермен немесе скотчпен қыстырып қойсаңыз болады. Өзіңізге жинауға ыңғайлы болады сол кезде. Міне былай біріктіріп жабыстырып қойыңыздар. Степлермен қыстырамын. Дәл солай екінші жағында сөйтіп кигізіп алам букетке. Кигізіп степлермен қыстырып қоямын. Ол жақта да степлермен қыстырып. И дальше букетті, как обычно, скотчтап жинайсыздар. Стеклоның сыртынан қазір скотч жабыстырамыз. Вот, стеклоны жаптық, енді скотчтаймыз. Жақсылап до конца скотчтап алып, шпажканың түбіне дейін скотчтайсыздар. Сосын скотчты айналдыра әкеліп,
қазір упаковкаларын жабысу үшін айналдыра кері жағымен айналдырасыздар. Скотчтың жабысқақ жағы сыртқа қаратасыздар, қыздар. Дәл обычный букеттегідей.